Алтын балта. Ертегі. Баяғыда бір кедей болыпты. Бір күні ол көршілес байдың балтасын сұрап алып, отынға барыпты. Біраз отын шауып болған кезде, кедейдің балтасының басы ұшып кетіп, қасындағы диірмен тасын айналдырып жатқан суға барып түсіпті. Кедей диірменші шалға келіп, балтамды алып бер деп жалына. Шал диірменін тоқтатып суға қолын тығып жіберетте, бір алтын басты балтаны алып шығады. Мынау ма, балтаң? Дейді диірменші. Жоқ, бұл емес дейді кедей. Шал суға екінші рет қолын алып жіберіп, күміс басты балтаны алып шығады. Мынау ма, балтаң? Дейді тағы да кедейге. Бұл да емес. Диірменші үшінші рет қолын суға малғанда қара темір балта ілігеді. Сол кезде ғана кедей: міне, менің балтам, деп оған қолын соза бергенде, диірменші шал оны тоқтатып: шырағым, дүние оңыз емес, ақпейіл, адал жан екенсің. Сол үшін менен мына балтаны сыйға ал. Оның сен сияқты кедейге тигізер пайдасы көп. Осы балта қолында тұрғанда күн көрісің түзеледі, тез арадақ ел қатарына қосыларсың деп оған алтын балтаны береді. Кедей бұл балтаны үйге әкелген күннен бастап құлшына еңбек етеді. Алтын балта сиқырлы балта екен, кедей отынды да өндірте жарады. Сөйтіп ісі оңға басады. Үйге береке кіреді. Мұны көрші байда байқап қалады. Бір күні ол кедейден мұның сырын сұрайды. Кедей жасырмай барлық болған оқиғаны айтып береді. Бай қара балтасын ала салып отынға келеді. Ол отынды шабар шаппастан ақ шыдамай, балтасын диірмен суына лақтырып жібереді де, алып бер деп диірменші шалға келеді. Шал судан алтын басты балтаны алып шығады. Сол-ақ екен бай. Менің балтам, мынау менің балтам, деп тура ұмтылады. Бірақ диірменші шал оны кеудесінен итеріп тоқтатады да: қоя тұр, құлқыны тоймаған қу неме. Міне, сенің балтаң деп, байға өзінің темір басты балтасын алып береді. Бай амалы құрып үйіне қайтады. Еңбегімен күн өткен кедейді күндеп көре алмай, ішқұса болған бай шаруасына да жөндеп қарай алмайды. Тұрмысының да берекесі кетіпті.